Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Ғылманның өнері атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Бұрынғы өткен заманда Бағдат шаһарында Ғылман деген бір ақылды адам болған екен. Әртүрлі дәрігерлік өнерімен Бағдатта атағы шығады. Мұны естіген Бағдат патшасы Ғылманды өзіне шақырып алдырыпты. Патша күн сайын онымен кеңесіп отырады екен. Ғылманның өнеріне таң қалып жүреді екен. Бір күні патша үлкен уәзірін шақырып алып, бұл Ғылман өте ақылды, әрі өнері де көп екен. Осыны уәзір етсе қайтеді, дейді. Уәзір патшадан бұл сөзі естіп, Ғылман уәзір болса, бізді орнымыздан түсірер деген ойға келеді де, «Ей патшам, бұл Ғылманнан мен қорқамын. Өйткені басқа адамдар істей алмаған нәрселерді бұл істей алады. Сондықтан бір күні сізді де, бізді де өлтіріп, өзі патша болып алар деп қорқамын», дейді. Патша кенет ойға қалады да, қапа болып, мұндай ақылды адам патшаларға зиян болады екен ғой. Енді бұл Ғылманды не қыламыз? Тез көзін жойып өлтіреміз бе, дейді. Уәзір қуанып кетеді. «Ей патшам, әуелі одан 3 түрлі ғылым сұрап алып, сол ғылымды біліп алайық, сонан соң өлтірейік», дейді. Олай болса, Ғылман турасында не қылсаң да өзің біл, істей бер, сенің қолыңа бердім, дейді патша. Сол күннен бастап Ғылманды патшаның алдына келгізбейтін болады. Ғылман уәзірден, «Патша неге мені кіргізбейтін болды?» деп сұрайды. Уәзір оған, «Патшаның уақыты болмай жүр», дейді. Ғылман ақылға салып ойлайды да, патшаның жаратпағандығын біледі. Уәзір, «Ей Ғылман, патшамыздың сізден сұрайтын бір сауалдары бар. Сол сауалдарға жауап беріңіз», дейді. «Мен әрқашанда қызметтеріңізге даярмын», деп жауап береді Ғылман. Уәзір, бірінші сауалы: қол астындағы дұшпанды ұстауға, өлтіруге қандай ғылымды оқу керек? Екінші сауалы: патша қол астындағы халқын қайтсе байталады? Осы 2 түрлі істің ғылымын бізге жазып беріңіз, дейді. Ғылман, мұндай ғылымдарды жазып беруге 2 жыл уақыт беріңіз, дейді. 2 жыл тұрсын, 2 ай бермейміз, 2 жұмада жазып бітіресіз, дейді уәзір. Ғылман 2 жұмадан кейін өзін өлтіретінін біледі де, «Мені бұл істер туралы бар ақылымда сарып қылып, неше жыл жазған кітабым бар. Енді мен соны 1 жұма қарап, қатесін түзеп берейін», дейді. Уәзір қуанып шығып кетіпті. 1 жұмадан соң Ғылман уәзірге келіп, «Кітапты түзетіп болдым, бірақ патшаға өзім тапсырсам екен», дейді. Уәзір Ғылманды патшаның алдына алып барады. Ғылман кітапты патшаға ұсынады. Патша уәзірге, «Ғылманды сыйлаңыз, қазір 1 кесе шарап құйып беріңіз», дейді. Қазір у салынған шараптан 1 кесе құйып береді. Ғылман шарапта у бар екенін сезеді де, уәзір мен ханға сездірмей қалтасынан 1 кішкене түйіршік тұз секілді нәрсені кесеге салып жіберіп, біраздан кейін шарапты ішіп салады. Біраздан соң ол у ішкен адам секілденіп, қиналып тұрады да, кесенің түбіне ұйыған уға саусағын салып уәзірге, «Ей уәзір шырағым, кітапты бердім, көп пайдалы кітап, әсіресе сендерге керегі, мына беттері, не істейтінін мынау арада жаздым», деп саусағындағы уды кітаптың беттеріне жағып жібереді де, патшадан рұқсат сұрап шығып кетеді.
уәзір мен патша Ғылман шыққан соң кітапты алып жазуды қараса, кімде-кім осы кітаптың қағазын 10 ретке дейін жаласа, ол кісінің қуаты тіпті кеммейді деп жазылыпты. Патша мен уәзір бұған қуанып, кітаптың жазуындағы айтқан бетке шейін қағазды жалайды. Сөйтіп ол өз уын өздері ішіп өледі. Сол кітапта патша қол астындағы халық тыныш болсын десе, әркімді ақкөңіл әдепті қылып үйретсін. Патша қол астындағы халқым бай болсын десе, әркімді еңбекке тәрбиелейтін болсын. Патша қол астындағы зұлымдықты тиямын десе, әуелі өз зұлымдықтан тыйылсын деген екен. Құрметті оқырмандар, Ғылман өнері атты ғибратты әңгімеміз осымен тамамдалды. Келесі қызықты ертегілерді тыңдау үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.